Сәлем қыздар. Жаңа аптада жаңа меню. Бізде бүгін нан салма, яғни май қамыр. Осы аптаның рецептіне кіргізсеңіздер болады. Бізге керек ет, сәбіз, пияз, картоп және приправа. Приправа рагу или жаркое. Үйде қандай приправаларыңыз бар, соны қолдансаңыздар болады. Өте қарапайым, күнделікті қолданатын рецепт. Яғни подливімізді жақсылап дайындап, суын құйып, тұзын дәмдеуіштерін салып дайындап аламыз. Мен сіздерге бір қызық айтып берейін. Менің ютубқа келуімдегі ең үлкен, ең себепкер ол менің қызым. Мен қазір декретте отырмын. Сондықтан мен ютуб каналын бастап кеттім. Осы қызым екеуміз күнде осы рецепттерді түсіреміз. Осылай қамырымызды дайындап, осылай жайып, осындай майда кеспе қылсаңыздар болады, немесе жалпақ қамыр қылып жасасаңыздар болады. Осылай подливіміз дайын болды. Мен сіздерге айтатын кеңесім, қамыр саларда кішкене түбіне подливтан құйып жүрсеңіздер, өзде қамыр жабыспай, әдемі тал-тал болып түседі. Қандай етті ауқатта да солай жасасаңыздар болады, әлде жаңағы нан салма, бір жерлерде бұны май қамыр дейді сіздерде, бізде нан салма деп жасалады. Осылай кешкі асқа отбасыларыңызға дайындасаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын.